ей халайық халайық бары бүркіттер әулетінде наурыз көжені қалай дайындау әдісін көрсетеміз. Наурыз көжеге біздер әдетінше ет саламыз, сиырдың етінен, қысқы соғымның етінен. Су құямыз, ет, су, тұз, дәнді дақылдардан бидай, тарының ақ суы, күріш, айран. Осындай 7 дәм салып, наурыз көже дайындаймыз. Бізде әр уақытта енді дастарханымызда қазақтың ұлттық тағамдарынан құрт үйде жасалынған сүзбе, осындай сүзбеден өзіміз құрт жасаймыз. Холодец қазақтың тағамдарынан, сары май, жақында бауырсақ пісіргенбіз, енді бауырсақтың қалғаны, қаймақ, талқан, қары, әрқашанда біздің дастарханымызда болады. Бұлар денсаулыққа пайдалы, көже де денсаулыққа пайдалы, әрқашанда біз жай ғана көжені де дайындап тұрамыз. Айран, қазақтың ұлттық тағамдары денсаулыққа пайдалы. Салатымыз қуырдақтың пиязын қуыра беріңдер, иә, сен қазір мен еттерін қуырап алайын. Еттерді қуырдақтан. Кураны ванами бывает.